Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жасалуы тез дайындалатын Наполеон тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ұн, қаймақ, жұмыртқа, салқын сармай, разрыхитель, тұз қажет болады. Алдымен салқын сармайымызды ұнға ойнатып, теркадан өткізіп аламыз. Осылай дайындап алдық. Енді қаймағымызға тұз және жұмыртқамызды салып араластырып аламыз біркелкі болғанша. Разрыхителімізді салып, сұйық массамызды қосып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап біріктіріп аламыз. Қатты илемейміз, тек қамырды біріктіреміз. Пищевой пленкаға орап, холодильникке 30 минутқа демалдыруға жібереміз. Осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 12 бөлік шықты. Сіздер егер үлкен биік торт көргілеріңіз келсе, 20 сантиметр қылып жасасаңыздар болады. Мен 22 сантиметрмен орташа қылып жасадым. Қамырымыз күйіп қалмас үшін осылай салафанға орап отырамыз. Пергаментімізге ұнды сеуіп, қамырымызды жақсылап жайғастырып аламыз. Осылай шанышқының көмегімен тесіп қоямыз. Көтеріп кетпес үшін 200 градуста 7-8 минут пісіріп аламыз. Біздің коржымыз дайын. Енді кремін дайындаймыз. Менде жұмсақ сармай, қаймақ, сгущенка қажет болады. Сгущенка өте сапалы болған дұрыс, сонда креміміз өте жақсы шығады. Мен сармайды өлшеп алдым. Үстіне қаймағымызды қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Дайын болған қамырымызды холодильникке 10-15 минутқа демалдыруға қоя тұрамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Коржымызға 2-3 ас қасықтан кремімізді салып жақсылап жинастырамыз. Жан-жақтарының барлығына да осылай жағып шығамыз. Енді коржымыздан қалған остаткілерді осылай оқтаудың көмегімен езіп, тортымызды қаптайтын боламыз. Осымен біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі жасалуы да өте оңай. Сіздер де дайындап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.